жарық неге келгенде мейірімді, жүрегі жылы жанды көреді. Ол ана мен әке. Баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бауырына басып, бала үшін жан ұшыра шырылдайтын жандар сәбиіне бақытты өмір, баянды бақыт тілейді. Жазушы да, данышпан ғалым да, ел бастаған көсем де, сөз бастаған шешен де, ананың көкірегінен нәр алып, әкенің ақылымен нұрланған. Сондай біздің санамызға сәуле, жанымызға нұр дарытқан жандардың бірі әкеміз бен анамыз еді. Қабақтың қарабасынан тараған әулетте 1947 жылы дүниеге келген әкем Жоламан Достанұлы үлкендердің батасын алып, кішілердің ықыласына бөленіп өсті. Ақ жарма тілегімен, кең пейіл көңілімен, сөзін бүкпесіз тура айтатын жан еді. Қарапайым өмір сүріп, қасына жақсыларды жиып кетті. Анамыз Патшайы Рахметуллақызы 1948 жылы Кішіғым бойында дүниеге келген. Қос ананың тел перзенті боп өскен жан еді. Кіші әжесінің тәрбиесінде болып, өмірлік, рухани күш пен қуат ала білген анамыздың ақ дидарлы жүзімен жан дүниесінің сұлулығы астасып жатқандай. 1965 жылы әкемізбен отау құрып, 4 бала тәрбиелеп өсірді. Тәңірім 4 құбыласын тең етіп, Айнұр мен Бекнұрды, Айгүл мен Жайнагүлді берді. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ана ғой шіркін. Сол анамыздан 1985 жылы ажырап қалдық. 37 шел жасында өмірден өтті. Сонда кенжетайы Жайнагүл небәрі 10 жаста еді. Балалық бақытты шағымыздың сарғайған сағынышқа айналғанына бүгін 40 жыл уақыт өтіпті. Қаншама рет көзден жас тамды. Басқа балалар анасының құшағында ұйықтап жатқанда, біздер басымыздағы жастықты құшақтап, жанарымызды жаспен жудық. Жүрегіміз жұтап, жанымыз жабығып, анамызды түсімізде көрсек те, өмірімізге медеу етіп қуанатын едік. Баланың анасына деген 40 жыл сағынышын қалай қайтып басуға болады? Уақыт өткен сайын сарғайған сағыныш үдей түседі екен. Менің әкем жақсы адам еді, жақсы адам. Жақсы адамға жаза алмадым асқақ ән. Ол биік тау, ал мен болсам төбемін. Биік таудан әлі күнге жасқанам. Менің анам мейірімдеді езілген, мейірімінен жұмақ жақын сезілген. Жаратқанға жалынушы еді жарықтық, бір сәт ғайып бола қалсақ көзінен. Менің әкем, менің анам алыста, тірі пенде бара алмайтын ғарышта. Мен осылай мұңға батып отырам, хаттарымды жібере алмай алысқа. Анашымдар атаңы, мен сенің балапаның, аялы сағындырды алақаным. Кең пейіл көл көсеріп, тербелсін тал бесігім, жүректен өшпей ғана мәңгі есімім. Жүзімнен шаттық көріп, өсірдің ақ сүт беріп аяулана. Бойыма қуат бердің, ой
oyum aşuak berdi